ешкімнен қорықпайтын қарақшы семсер өмір сүріпті. Сәлем балақайлар, сендермен мен қарақшы семсер. Мына жер неге қорқынышты? О, енді дұрыс. Бүгін менің сиқырлы компасым қай мекенге жеткізер екен? Бәріміз бірге сиқырлы сөз семсер деп айтайық. Семсер. Вау! Не деген қызық жер. Осы жол менің сиқырлы компасым қызықтар әлемінің қай жеріне алып келгенін бәріміз бірге көрейік. Бұл жер өте қызық. Қызық болған соншалықты мен өз көзіммен елестетіп қорқып тұрған сияқтымын, а? Көрмейміз бе? Құрметті кішкентай менің достарым, яғни қарақшы семсер көретін менің көрермендерім. Бүгін біз әлемде қандай фигуралар жаулаған бірге тамашалап зерттейтін боламыз. Ол фигураларды зерттеу үшін біз алдымен оларды тауып алуымыз керек. Алғашқы фигураны біз қазір алдағы біздің жерден іздейтін боламыз, я? Хоп! Қандай қызық! Менің ішімдегі көңілім сіздерге жеткізе алмай тұрмын, құрметті достар. Я, біз бүгін бәріміз бірге фигураларды үйренеміз деп шешкен болатынбыз. Алғашқы фигура қандай екен көргілеріңіз келе ме? Бам! Ондай болса бірге көрейік. Рам-бабам, рам-бабам, рам-бабам. Бұл бізде алғашқы фигура, құрметті кішкентай достарым. Қалай ойлайсыздар? Бұл бізде қандай фигура? Бум, 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 балам. Қандай фигура? Қане, ойланамыз. Дұрыстап ойланайық, құрметті достар. Бұл бізде домалақ? Ой, жоқ, домалақ емес, бұл бізде төртбұрыш. Фычық, я, төртбұрыш. Жаттап алыңыздар, естеріңізден шығармаңыздар. Бұл алғашқы фигура бізде төртбұрыш деп аталады, кішкентай менің достарым. Ал қалған фигураларды біз қызықтар әлемінің басқа жерден іздейтін боламыз. Қызық па? Қызық болса кеттік. Сен қайда қарап тұрсың? Сен келесі фигураны тауып қойыпсың ғой. Олай болса ол қандай фигура екен бірге тамашалайық барып. Жүр. Хоп. Маған қараңыздар. Бұл бізде қандай фигура екен кім біледі, құрметті менің кішкентай достарым, а? Ойланайық. А сіздер ойлана тұрыңыздар, мен оған дейін өзімнің корзинама лақтырып домды түсіріп көрейін. Хоп. Бұл бәр. Екі. Ойлана беріңіздер. Хоп. Қандай фигура? Я, дәл таптыңыз. Бұл домалақ. Яғни домалақ фигура. Қараңыздар. Домалақ. Біліп жүріңіздер, естеріңізден шығармаңыздар. Қызықтар әлемінде біз төртбұрышты үйлендік. Бағана, я? Осы жыл домалақты үйрендік. Есімізден шықпасын, фигураларды зерттеуді біз ары қарай жалғастырамыз. Хоп! Мен мына фигураны қолап жүргеме біраз болды, менен қашып жүр. Тоқтамай қойды. Бірақ ақыры қуып жеттім. Бұл бізде қандай фигура екенін мен білмей отырмын, кішкентай менің достарым. Сіздер білетін шығарсыздар. Қарап көрейікші міне. Фук. Бұл бізде қандай фигура? Қараңыздар. Бұл бізде төртбұрыш емес. Өйткені төртбұрыш бізде төртбұрышты болады, иә? Бұл бізде домалақ та емес. Домалақта бізде қыр болмайды. А бұда қыр бар. Қанша қыры бар? Санап көрейікші бәріміз бірге. 1, 2, және астынан санағанда 3. Сонда бізде не болады? 3 бұрыш. Я, 3 бұрыш. Жаттап алыңыздар, естеріңізден шығармаңыздар. 4 бұрыш, домалақ 3 бұрыш. Қызықтар әлемінде бұндай фигуралар өте көп деп айттым сіздерге. Сол фигураларды ары қарай бірге көрейік, иә? Саған
тура менің кішкентай кезімдегі ішіп жүрген сүтті коктейль сияқты. Неге десеңіз, менің әжеме тура осындай сүтті коктейль жасайтын. Дәмін көрейікші. Қандай дәмді! Тура балалық сәтті еске түсірді. Құрметті қарақшы семсер көрермендері, сіздерді біз Дайкабумда күтеміз. Неге десеңіз, бұл жердің сүтті коктейльдері ең дәмді, балмұздақтары да мынандай. Келіңіздер, Дайкабум есігі сіздерге ашады. Басым айналып кетті ғой. Құрметті достар, бұл өте қызық жер екен. Сіздерге де қызық па? Маған да қызық болып тұр. Бұлай болады деп мен ойлаған жоқпын. Құрметті менің достарым, басым айналып кетті ғой. Бұлай басым айналады деп мен ойлаған жоқпын. Өте қызық бірақ болды, е? Маған да қызық болды. Достар, мәссаған. Бұна бізде қандай фигура? Бұрын соңды мен бұндай фигураны көрген жоқпын. Бұлай қарасаң, 4 бұрышқа ұқсайды. Бірақ бұл 4 бұрыш емес ау. Бұл бізде 4 бұрыш емес. 3 бұрыш емес. Домалақта емес. Мен түсіндім. Сіздер де түсініп қойыңыздар. Бұл бізде тік 4 бұрыш. Тік 4 бұрыш. 4 бұрышы бар ғой, бірақ тік. Көрдіңіздер ме? Құрметті менің кішкентай балақайларым, қарақшы достарым, біз бүгін әлемдегі ең үлкен, ең керекті 4 фигураны үйрендік, яғни біріншісі 4 бұрыш, екіншісі қандай? Домалақ. Үшіншісі 3 бұрыш, ал төртіншісі тік 4 бұрыш. Міне, бұл ең маңызды фигуралар. Ал енді құрметті менің достарым, біз бүгін фигураны үйреніп болғанмен, ары қарай көңілімізді көтеру керекпіз ғой, солай ма? Менің көңілім түсіп бара жатыр. Ал ол үшін мен қарақшы семсердің биін билеу керекпін. Өзім жалғыз емес, менің кішкентай достарыммен бірге билейін десеңіздер, кеттік! Сендермен көңілді, биімді бастаймын, аяқты, деніңді, қолыңды қимылдап, менімен тоқтамай биле, 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 биле. Семсермен бірге биле. Биле, 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 биле. Отырамыз, тұрамыз, тоқтамаймыз, билейміз. Өзіңе сен тоқтама, сен күштісің, мықтысың. Көңіліңді көтеріп, күш қуатын бөлісіп, жан-жағыңды қуандап, бәрін өзің қолдашы. Биле, 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 билеші. 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 Құрметті қарақшы семсер көрген балалар, сіздерге көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көрем. Сау болыңыздар. Айтпақшы, лайк қоюды ұмытпаңыздар.